Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, подписка, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен осындай керемет салат әзірлейтін боламыз. Бізге керекті заттарымыз: охотничья колбаса, салат жапырағы, чечил, корнишон, майонез, черри қызанағы және сыр. Ең алдымен колбасамызды тураймыз. Колбасамызды қиғашынан осылай тураған дұрыс. Келесі салат жапырағын турайсыздар. Одан кейін чечил сырын тураймыз. Оны екіге бөлеміз. Жартысын бетін әсемдеуге алып қаламыз. Черри қызанағын екі бөлікке бөліп саласыздар. Сырымызды үшбұрыштілеп турап аласыздар. Корнишонларды алдыңғы колбасаның пішінде етіп турайсыздар. Үш қасық майонезімізді қосып араластырамыз. Жақсылап араласқаннан кейін ыдысымызға саламыз. Алып қалған чечилмен осылай бетін әсемдейміз. Осымен салатымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоның соңына дейін қарап, подписка, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Нұржамал.